Достар, қазір бір смартфонға шолу болады. Танысып мынау Honor 90, мынау қазақтың балалары. Дизайн жағынан дисплей дөңестелген. Бірақ ең қызығы, қымбат 600 мың тұратын смартфонның дисплейі осындай. Honor 90 смартфонның процессоры Snapdragon 7 Gen 1. Мынада 200 мегапиксель. Орта бюджетті смартфонда. Қай смартфонда 200 мегапиксельді сенсор? Сау бол. Достар, қазір бір смартфонға шолу болады. Сен соңына дейін көр, лайк бас және комментарий жаз. Өйткені басқа қазақ балалар көрсін. Ал егер менде 100 мың подписчик болған кезде мен смартфон ойнатамын. Шын айтамын. Көресің. Honor 90-ның қорабында не бар екенін көрсетейін ба? Мұны қорабында сим картаның алатын инесі бар, Type-C кабель және мынандай 66 ваттық адаптері бар. Ең қызығы бұл Қытайдың адаптері, Қытайға арналған. Сатып алған кезде сұрап алыңыздар. Мүмкін бізге арналған адаптер жоқ шығар. Оны бөлек алу керек болады. Қызығы. Яғни үйге келіп қорамнан ашып осындай адаптер көрсеңіздер, айтпады демеңдер. Жалпы сыртқы келбеті қатты өзгермеген. Honor 70-те де осындай екі камера көзге түседі. Стандартты 6,7 дюйм, AMOLED дисплей, 1200-де 2664 пиксель, 120 Гц экран жаңару жиілігі және көзді ауыртпайтын DC диминг. Салмағы жеңіл, бірақ орта бюджетті болғандықтан артқы жағы пластик және жақтауы да пластик. Судан қорқады. Суға батырмаңдар. Бассейнге түспеңдер. Дисплейін қарайтын болсаңыздар, дөңестелген. 4 жағы да дөңестелген. Естеріңізде болса, Honor Magic 5 Pro шыққан кезде оның бағасы 600 мың теңге тұратын. Оның дисплейі осындай. Сонда қызық, мынау смартфон әлде қайда арзан, бірақ дисплейі дөңестелгендігі қымбат смартфондыкіндей. Excellent work. Камерасына келдік. Камерасы мысалы Honor 70-те 50 мегапиксель болған. Мынада мегапиксель. Орта бюджетті смартфонда. Қай смартфонда 200 мегапиксельді сенсор? Samsung S23 Ultra'да мысалы 200 мегапиксель. Бірақ оның бағасы 700 мың теңге. Мынаның бағасын соңында айтам. Камерасын жақсы 4К етіп түсіралады. Селфи камерада 4К етіп түсіралады. Бірақ естеріңде болсын. Әлеуметтік жүйеге салсаңыздар, Instagram болсын, TikTok болсын, кез келген жерде 4К-ны битіп 2К етіп қысып тастайды. Яғни 2К, 4К бірдей. Селфи камера 50 мегапиксель. Сену қиын, бірақ жақсы фото түсіреді. Қараңдар, өзімді түсіріп жатырмын. Бұл 4К селфи камераның өзі. Қалай түсіретінін қараңдар. Ал мынау 1080, яғни 4К емес, 2К. Екеуін салыстырыңдар. Marked a location. Honor 90 смартфонның процессоры Snapdragon 7 Gen 1. Сіз түсіну үшін ол былтырғы топ смартфондардың процессорымен бірдей. Қызығы, орта бюджетті смартфон, бірақ процессоры топ смартфондардың бірдей. Бұның ішінде 4 нанометрлі 8 ядралы процессор. Geekbench 6 қосымшасын қосқанда осындай көрсеткіш көрсетеді. Ал сенікі қандай? Комментарийге жаз. Throttling тестпенде тексердім, 15 минутта жаман жақтарын көрсетпеді. Максимум 294 Гц болған. Жақсы көрсеткіш. Егерде PUBG тілімен сөйлейтін болсақ, максимум деңгейде қосылады. Және сол PUBG-ді қосқан кезде жоғары сол жағында
қосымша баптаулар шығады, сонда көрсетіп тұр 60 FPS. Сендікі қанша FPS? Комментарийге жаз. PUBG'дің 2-3 ойын ойнадым, қызбады, қатпады. You're the best. Тай керек есіне сай астына тай уайымдамай аузыма май. Excellent work. Аккумуляторына келсек 5000 мАч. Қорабында көрдіңдер 66 ваттық адаптері бар, 1 сағатта 100% етіп толтырып береді. Өкінішке орай сымсыз қуатталмайды. Let's go! Honor 90 8 гигабайт 856 299 Барик болсын. 12 гигабайт 300 мың. Сыйлыққа мынандай 26 мың тұрады. Енді жаман жақтарын айтып берейін. Бағасы. Менің ойымша бұл смартфон 300 мыңға қымбаттау сияқты. 250 мың болса болатын шығар. Екіншісі, 200 мегапиксель сенсормен түсіретін болсаңыздар, сіздің фотоларыңыз ауыр болады. Яғни ішкі жады тез толады. Ол өкінішті. Үшіншісі, адаптер. Егер адаптер Қытайдікі болса, сіздерге келмейді. Сол үшін басқа адаптер алу керек болады. Төртіншісі, суға төзімсіз. Мысалы, арзан Samsung A33-тің өзі суға шыдамды. Мынау одан 2 есе қымбат шығар. Бірақ суға шыдамайды. Бесінші жаман жағын мен таппадым, сен комментарийге жаз. Ал енді жақсы жақтарын тыңдаңыздар. Біріншісі ол дисплей. 1 миллиард түстер көрсете алады және пиксельдері өте көп. Екіншісі дизайн. Қараңыздар қандай әдемі, ерекше, қол іздер қалмайтын пластикпен қапталған. Жақтаулары өте жіңішке, толық экранмен қанағаттанасыз. Үшіншісі, салмағы жеңіл, яғни кім қолданса да қолыңыз шаршамайды. Төртіншісі, аккумуляторы минимум 1 тәулікке жетеді. Ол минимум. Және бесіншісі DC диминг, яғни шим, яғни сіздің көзіңізді ауыртпайды. Енді смартфон туралы айттым, енді конкурс ойнатқым келеді.